сіз айттыңыз ғой, алғашқы берген жауабыңыз, яғни ол Дархан ерегесіп тұрған балалардың біреуін ұрып жіберді деген жауабыңызды қолдамаймын дедіңіз, қобалжып айтылды дедіңіз, иә? Алайда одан кейінгі екінші жауабыңызда да сіз дәл сондай жауап бергенсіз. Сол кезде қандай қалыпта болдыңыз сонда? Бұл жерде қолдамаймын осы сөзімді, құрметті прокурор. Дархан жайлы мен жалған қарама қайшылық беріп жүрмін показания. Не себепті бердіңіз? Кішкене ашулы күйде болдым Дарханға. Дарханға не себепті ашуландыңыз сонда? Бұл іске енді бұл Дарханның қатысы жоқ мүлде. Ешкімді ұрмады, қолымда ешқандай пышақ болған жоқ. Сол себепті бізбен бірге жазаға тартылсын дегендей өзіммен бірге тарттым. Қазір енді ол берген жауабына өкінем. Ондай Дархан ешқандай ешкімді ұрған көрген жоқ. Мен өтірік айғақ беріп жүрмін. Яғни Аскентайға жалған жала жаптыңыз ба сонда сіз? Жала жапқан жоқпын мен. Енді сіз көрсетіп тұрсыз ғой, ең бірінші ерегесіп тұрған балалардың біреуін ұрып жіберді. Айғақ өтірік беріп жүрдіңіз. Жақсы.